Ассаляму алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай 15 минутта дайын болатын бауырсақ пісіретін боламыз, және де дрожсыз, ашытқысыз, яғни пісіретін боламыз. Мінекей біздің бауырсағымыз осындай болып шығады, өте жұмсақ және де іші де толыққанды болып пісетін болады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жылы айранымызға ас содасын салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Айранның проценті ешқандай рөл ойнамайды. Қазір жұмыс барысында айранымыз бен ас содасы көтеріліп реакция беретін болады. Мінекей байқағандарыңыздай, бізде айран көтеріліп көпсіп жатыр. Енді оған шекерімізді салып, екеуін жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Одан соң тұзымызды саламыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бізде айран көтеріліп көпсіп жатыр. Және де сұйық майымызды да қосып, оны да жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Венчикпен араластырғандарыңыз өте оңай. Илектен өткізілген ұнымызды қосып аламыз. 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Осылай венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Келесі екінші бөлігінде қосып аламыз. Оны да венчикпен араластырып алатын боламыз. Қазір келесі бөлігін қосып, қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің сіздерге рецепттерім ұнаған болса, қолдау білдіріп, лайк, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Ыдысымыздан қамырымызды босатып алып, осылай үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды илейтін боламыз. Тағы да сонда күшті болып шығатын болады. Мінекей бізде осындай қамыр шықты, өте жұмсақ болып шықты. Салафан қалташамызға салып, қазір жылы жерге 15 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Егер де сіздердің айрандарыңыз салқын болған жағдайда, қатты орап жылы жерге қойып қойсаңыздар, міндетті түрде көтерілетін болады. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып көтеріліп шықты. Видеода байқағандарыңыздай. Енді қазір қамырымыздың үстіне ұн сеуіп, қамыр жаятын боламыз. Қамырларыңызды қатты жұқа қылып жібермеңіздер, және де қатты қалың болып кетпесін, орташа қылып жаятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта жаятын боламыз. Қазір бауырсақтарымызды кесіп аламыз. Мінекей осылай ромбик етіп кесіп алдық, дайындап алдық. Енді майымызды қатты қыздырып, сосын бауырсақтарымызды салып пісіре беретін боламыз. Бізде отымыздың асты орташа отта тұрған дұрыс. Қатты отта тұрса, қатты пісіріп жіберіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол себепті де орташа отта пісіргендеріңіз дұрыс. Мінекей бауырсақтарымыз кішкене осылай қызарып бастаған кезде келесі бетіне ауыстыратын боламыз.
мінекей біздің бауырсақтар осылай пісіп шықты. Жасауға кеңес беремін, өте дәмді және де тез жасалынады.